Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Ақарал ауылы, номер 5 Ақарал жалпы білім беретін мектеп гимназиясының 9 А сынып білім алушысы Маратай Зере. Биылғы Алтын Орданың 750 жылдығына орай Едіге батырлар жыры эстафетасын бастаймын. Бірде Тоқтамыс деген хан болған. Өзі қаһарлы хан екен. Оның Қуқанат деген жақсы бір құсы бар еді. Оны 7 кісі бағып аңдушы еді. Біреусі құсқа жем берсе, екіншісі артынан аңдып тұрады екен. Бір жамандық жасап қоймасын деген оймен. Сөйтіп 7 кісі бірін-бірі аңдып жүреді екен. Сөйтіп аңдып жүргендердің арасынан бір адам қайтыс болады. Сосын оның орнына хан былай дейді: осы ноғайдың ішінен біреуді тауып беріңдер. Өзі менің құсыма жақсы қарайтын болсын, жақсы жем беретін болсын деп 3 адамды 3 жаққа жібереді. Дегенмен біреусі адам тауып келе алмайды. Сонда Тоқтамыс хан: енді ноғайда адам жоқ па дегенде, біреу тұрып: бір адам бар, оған айтуға бетім шыдамады дейді. Сонда хан кім деп сұрағанда, ол Құттықия деген бір бала. Өзі жапанда жалғыз отыр, өзінің жалғыз қарасы жоқ. Өзі хан баласы болған соң, біз оған құспағасың ба деп айтуға бетім шыдамады деді. Сонда Тоқтамыс хан: бар, айтыңдар деп жұмсап жібереді. Ханның адамдары Құттықияға келіп, барлығын айтып береді. Сонда Құттықия: менің жалғыздығым, менің жарлығым ғой құспақ дегендерің. Шара жоқ, халім келгенше, қолымнан келгенше бағармын, артарынан көшіп барармын, сендер бара беріңдер деп айтады. Сонда Тоқтамыс ханның жіберген адамдары Құттықия осылай ай деп айтты деп барлығын айтып береді. Сонда Тоқтамыс хан былай дейді: тезірек сендер шарбақты дайындаңдар, не дегенмен де ханның баласы ғой деп бұйрық береді. Тоқтамыс хан ол құсты далаға терекке отырғызып келіп, оның басын ұялатып, жұмыртқалататын еді. Құттықия көшті де тап сол теректің қасына келіп қонады. Бірақ хан айтқан шарбаққа келіп қонбайды. Сонда Сәтемір деген бір қалмақ бар еді. Ол Құттықияның әкесі Парпариямен дос еді. Құттықия Қуқанаттың қасына келіп отырғасын, Сәтемір оны естіп, Құттықияға бір кемпір жібереді. бір балапанын маған беріп жіберсін деді. Құттықия оны адамға көрсетпеді, келіп беріп жіберер үшін. Құсқа жем беретін деп шыққан кезде, қасындағы басқа бағушылар үстін қарап жіберетін, бір жамандық жасап қоймасын деп. Сөйтіп, басындағы телпегінің төбесіне бір тауықтың жұмыртқасын салып барып, оны ауыстырып салып келеді. Сол кезде кемпірге жасырын Сәтемірге беріп жібер деп, оған кемпірге беріп жібереді. Телпектің төбесі содан шоқыр болып қалған деді. Бір күндері Тоқта ханның әр елге жіберіп жүрген жансыздары бар еді. Солар Сәтемір ханның еліне барған кезде бір жансыз келіп, Сәтемірдің Тоқтамыс ханға былай дейді: мен Сәтемірдің үйінен Қуқанат құс көрдім, деді. Сонда Тоқтамыс хан: алда, қан жауғырай, Сәтемір хан Парпариямен дос еді ғой, оны мына Құттықия беріп жіберген деді. Барыңдар, маған Құттықияны шақырыңдар, деді. Енді мен бұл эстафетаны 9 А сынып білім алушысы Асқар Азизаға жолдаймын. Жамбыл облысы, Меркі ауданы, номер 5 Ақарал жалпы білім беретін мектеп гимназиясының 9 сынып білім алушысы Асқар Азиза. Едіге батыр жыры эстафетасын 9 сынып білім алушысы Маратай Зереден қабыл алдым. Келесі кезекте осы эстафетаны 6 сынып білім алушысы Омарқұл Жансаяға жолдаймын. Едіге батыр жырынан үзінді. Тоқтамыс ханның алмасы өзі тұрған керуетінің астында тұрады екен. Құттықия үйге кірісімен еш деместен оның басын Тоқтамыс хан шауып алыпты. Осыдан соң ол Құттықияның үйіне кісі жіберіп былай депті: қатыны буаз бекен, бар, соны біліп қайт депті. Осыдан соң әлгі кісі бар мән жайтты білгеннен кейін Тоқтамыс ханға былай депті: иә, қатыны буаз екен. Мұны естіген Тоқтамыс хан Құттықияның үйіне қарауылға 2 кісі жіберіп былай депті: егер де қатыны баласын түсірсе, қыз демей, ұл демей, менің алдыма алып келіңдер, депті. Әлгі 2 кісі мына қатын қашан туады деп бағып, қағып жүр екен. Сонда бір күні сол үйдің қасындағы бір үйде той болып жатыр екен. Той болып жатқан үйдің қара ала қаншығы да буаз екен.
Мұны білген Құттықияның қатыны сол күні толғатқан кезде сол күшікті өзіне әкеп беруін сұрайды. Ал өзінің баласын Жылқыбайдың үйіне апарып таста, депті. Осыдан кейін осылайша айырбастау жүрген кезде әлгі қарауылда тұрған екі кісі тойда отыр еді. Олар ешқандай мән жайтты білмей қалыпты. Міне, осыдан кейін әлгі екі кісі келген кезде Құттықияның қатыны астындағы күшігін Тоқтамыс ханға апарып беретін кезде келеді. Екі кісі Тоқтамыс ханға күшікті апарып берген кезде Тоқтамыс хан Құдайдың құдіреті-ау деп бір орында тапжылмай отырып қалыпты. Жылқыбай далаға шықса, бір баланың жылап жатқан дауысын естиді. Ол баланы үйіне алып келіп қараса, ол бала екен. Бұны көрген Жылқыбай қатынына: «Мына баланы өз балаңмен бірге бағып, қағып, өсіре ғой. Бұл Құдайдың бізге берген баласы, елмен келген бала. Оның атын Едіге қоялық», депті. Осылайша Жылқыбай баланы қағып өсіреді екен. Тоқтамыс ханның ел ішін аралап жүретін бір жансызы бар екен. Сонда ол Жылқыбайдың үйінің сыртында ойнап жүрген Едігені көріп, Тоқтамыс ханға бұлай деп мән жайды жеткізіп барыпты: «Мен Жылқыбайдың үйінен бір баланы көрдім. Бірақ асылы ол Жылқыбайдың тұқымынан емес, жауырыны қақпақтай, шекесі тоқпақтай, ал көзі жанған оттай». Мұны естіген Тоқтамыс хан дереу өзінің сақшыларына: «Жылқыбайдың сол баласын менің алдыма алып келіңдер», депті. Мен номер 5 Ақарал жалпы білім беретін мектеп гимназиясының 6 сынып оқушысы Марат Нұрай Едіге батыр жырының ұйымдастырылған эстафетаны 6 сынып оқушысы Омарқұл Жансаядан қабыл алдым. Едігеден айырылсақ, қан тұқымы жоғалар. Тілімді алсаң алғаным, Едігені алып қалып, өз баламызды берейік. Сонда бәйбіше мұңайды, өлімге келеді дегесін. Жалғыз туған баласы жыламай қалай шыдасын. Асыл бірдей алғаным, дүниені білдім жалғанын. Тоқтамыстай зұлымның басқа қайғы салғанын. Беремін десең бер деді. Жамбыл облысы Меркі ауданы нөмірі 5 Ақарал жалпы білім беретін мектеп гимназиясының 6 сынып білім алушысы Омарқұл Жансая Едіге батыр жыр эстафетасын 9 сынып білім алушыларынан қабыл алды. Жылқыбайдың баласын алып кетуге кісі келгенде, Жылқыбай қатынына сөйлей бастайды. Жас 15-те қосылған, қынандай белім шешілген. Ибалықпен сөйлеп сөз наздықпенен көсілген. Баласын алып келсін деп Тоқтамыс хабар етіпті. Ол тілеуі кесілген, тыйымды алсаң бәйбіше, хан баласы Едіге. Едігені бермейік, мұның бетін көрмейік. Біздің бала не қылар? Тек жинаған малға ие болар. Тірі болса Едіге, дұспаннан басып кек алар. Бұл эстафетаны 6 сынып білім алушысы Марат Нұрайға жолдаймын.